Қайырлы күн балалар, бүгін біз математика сабағынан 117-ші сабақты қарастырамыз. Суретте ұлы күйшілер Құрманғазы Сағырбайұлы мен Дина Нұрпейісова берілген. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Өрнектің мәнін тауып, Дина Нұрпейісованың Құрманғазы Сағырбайұлына қанша жасында шәкірт болғанын анықта дейді. Алдымен жақшаның іші орындалады. 28-ді 6-ға көбейтеміз, 168 болады. 168-ді 958-ден азайтсақ, 790 болады. 790-нан 700-ді азайтсақ, 90 болады. 90-ды 10-ға бөлсек, 9 болады. Яғни Дина Нұрпейісова Құрманғазы Сағырбайұлына 9 жасында шәкірт болған екен. Келесі көбейту қалай орындалғанына қараңдар. Бірінші көбейткішіміз 165, екінші көбейткішіміз 3. Алдымен бірліктерді көбейтемін. 3-ті 5-ке көбейтемін, 15 болады. Бұл 1 ондық және 5 бірлік. 5 бірлікті бірліктің астына жазамын, ал 1 ондықты ойымда сақтаймын. Енді ондықтарды көбейтемін. 3-ті 6-ға көбейтемін, 18 болады. Ойдағы 1 ондықты қоссақ, сонда 19 ондық болады. Бұл 1 жүздік және 9 ондық. Ондықтардың астына 9-ды жазамын, 1 жүздікті ойымда сақтаймын. Енді жүздіктерді көбейтемін. 3-ті 1-ге көбейтемін, 3 болады. Ойдағы 1 жүздікті қосамын, 4 жүздік болады. 4-ті жүздіктің астына жазамын. Жауабы 495 болады. Келесі бөлу қалай орындалғанына қара. Бөлінгішіміз 495, бөлгішіміз 3. Бірінші толымсыз бөлінгіш 3 жүздік. Бөліндіде 3 цифр болады. Жүздік, ондық және бірлік болады. Алдымен жүздікті бөлемін. 4-ті 3-ке бөлемін, 1 болады. Қалдық 1 жүздік. 1 санын бөліндіге жазамын. Қалдықты жүздіктің астына жазамын. Ондықты қалдықтың қасына жазамын. 1 жүздік және 9 ондық, бұл 19. Енді ондықтарды бөлемін. 19-ды 3-ке бөлемін, 6 болады. Қалдық 1 ондық, 6 санын бөліндіге, ал қалдықты ондықтың астына жазамын. 5 бірлікті қасына жазамын. 1 ондық және 5 бірлік, бұл 15 бірлік. Енді бірліктерді бөлемін. 15-ті 3-ке бөлемін, 5 болады. Бөліндіге 5-ті жазамын. Жауабы 165 болады. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Баған түрінде орында. Бірінші көбейтуді баған түрінде орындап шығамыз. Одан кейін бөлуді баған түрінде үлгі бойынша орындап шығамыз. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударайық. Есепті сұрақпен толықтырып, оны шығар дейді. Музыкалық байқауға әр қайсысы 18 адамнан 6 топ және әр қайсысы 23 адамнан тұратын 5 топ қатысты дейді. Яғни музыкалық байқауға барлығы неше адам қатысты деп сұрақ қояйық. Осы есептің сұрағын қойғаннан кейін шартын құрып аламыз. Яғни әр қайсысы 18 адамнан 6 топ және әр қайсысы 23 адамнан тұратын 5 топ қатысыпты. Барлығы неше адам қатысты дейді. Яғни барлығы неше адам қатысқанын табамыз. Ол үшін 18-ді 6-ға көбейтеміз 108, 23-ді 5-ке көбейтеміз 115, одан кейін барып 108-ге 115-ті қосамыз, 223 болады. Яғни барлығы 223 адам қатысты. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Есепті теңдеудің көмегімен шығар дейді. Шағын автобуста 26 орын бар. Концертке баратын адамдар 3 шағын автобусқа тең бөлініп отырғызылды. Концертке неше адам барды дейді. Яғни концертке барған адамдардың саны белгісіз. Яғни концертке барған адамдардың саны белгісіз, X. Оны 3 шағын автобусқа теңдей бөліп отырғызған кезде әр автобусқа 26 адамнан отырған. Себебі әр автобуста 26 орыннан бар. Яғни X бөлу 3 тең 26 деп теңдеу құрамыз. Яғни X-тің мәнін табу үшін бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтеміз. Сонда бөлінгіш 78 болды. Яғни концертке барған адамдардың саны 78 екен.
Келесі тапсырмаға назар аударайық. 5-ші тапсырмаға кесте бойынша өрнек құрастыр және жаз. Олардың мәнін тап дейді. Бірінші қосылғышымыз 357 көбейту 2 екен. Екінші қосылғышымыз 65 бөлу 5. Келесі өрнекте бірінші қосылғышымыз 100 азайту 78, екінші қосылғышымыз 310. Бұл жерде 100 бен 78-ді жақшаға аламыз. Келесі өрнекте бірінші қосылғышымыз 604, екінші қосылғышымыз 7 көбейту 11. Келесі өрнекте бірінші қосылғышымыз 354 бөлу 3, екінші қосылғышымыз 29. Келесі 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Есепте тексеруді орында дейді. 127-ні 4-ке көбейтсек 508 болады. 868-ді 7-ке бөлсек 124 болады. 592-ні 4-ке бөлсек 148 болады. 236-ны 3-ке көбейтсек 708 болады. 972-ні 3-ке бөлсек 324 болады. 651-ді 3-ке бөлсек 217 болады. Келесі 7-ші тапсырмаға назар аударайық. Амалдар таңбасын теңдіктер тура болатындай етіп орналастыр. Жақша қоюға да болады дейді. Бірінші теңдікке назар аударайық. 1-ге 2-ні қосамыз 3 болады. 3-ке 3-ті қосамыз 6 болады. 6-ға 4-ті қосамыз 10 болады. 10-нан 5-ті азайтамыз 5 болады. Енді екінші теңдікке назар аударайық. Екінші теңдікте біз жақша қойдық. Бірінші жақшаның іші орындалады. 2-ні 3-ке көбейтеміз 6 болады. 6-тан 4-ті азайтамыз 2 болады. 2-ні жақшаның сыртындағы 5-ке көбейтеміз 10 болады. 10-ға мына 1-ді қоссамыз 11 болады. 11-ден 6-ны азайтамыз 5 болады. Теңдіктер тура болды. Достар, бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.